Құрметті халайық, мына Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі Қазақстанды да, Ресейді де артта қалдырды. Осылайша Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі 2025 жылы Ресейден де озды, Қазақстаннан да озды. 10,2%. Ойлап қараңыздар. Қазақстанды да, Ресейді де артта қалдырып отыр. Бұл Еуразиялық экономикалық одақтың кеңесі кезінде айтылды. Осылайша қырғыздар елі алға шықты. Садыр Жапаров, қазіргі кездегі президент. Қырғыздар осы кезге дейін неше президентті жіберді? Қанша президентін қуып жіберді? Санамалап тізбелеп тұрып айтып берейік. Ең алғаш Қазақстан сияқты тәуелсіздік алған кезде қырғыздардың басшылығына Асқар Ақаев келді. Бұл адам ғалым адам, бірақ қырғыздар бұл адамды тағынан төңкеріп тастады. Асқар Ақаев кетті. Бұл бірінші президент. Екінші президент бұл Бакиев. Оны да қуып жіберді. Бакиев кетті. Одан кейін Отунбаева келді. Бұл елдегі жағдайларды реттеді, келесі президентке өткізіп берді. Одан кейінгі басшы бұл Атамбаев. Атамбаевтан кейін Жээнбеков келді. Жээнбековтен кейін қазіргі президент Садыр Жапаров. Және Садыр Жапаровты білесіздер, бұл түрмеден шыққан президент болып есептеледі. Яғни Садыр Жапаров қамауға алынған бір уақыттары. Былайша айтқанда қырғыздар елінде демократиялық өзгерістерге деген ұмтылыс енді мына жалпы Азия, Орта Азия кеңістігінде ерекшеленеді, елден ерекшеленеді. Мысалы қырғыздар 5 президентін жібергеннен кейін, мысалы бізде Назарбаев сол дәуірде мысалы Асқар Ақаевтың кезінде президент болып тұрды, Бакиевтің кезінде Назарбаев бізде президент болып тұрды. Одан кейін Отунбаеваның тұсында да Назарбаев бізде президент болып тұрды. Одан кейін Атамбаевтың тұсында ол кезде де Назарбаев президент болып тұрды. Жээнбеков оның тұсында да Назарбаев президент болып тұрды. Одан кейін Назарбаев биліктен кетті. Тоқаев билікке келді. Ал 2020 жылы қырғыздар билігіне елде үлкен тағы да көтеріліс басталды да, түрмеде жатқан Садыр Жапаров бостандыққа шықты, премьер-министр болды, одан кейін президент болып қырғыздарды қазір басқарып отыр. Яғни 2020 жылы билікке келген адам бұл адам. Қазіргі кезде қырғыздардың экономикасы жыл сайын қарқынды дамып бара жатыр. Мына Орта Азия елдерінің арасында да қырғыздардың экономикасы, жалпы ішкі өнімі болсын, ол елдің дамуы болсын, басқа елдермен байланысы болсын, барлығы да қырғыздарда, былайша айтқанда, ілгерілеу бар. Енді бәрі керемет, барлығы бір жаңағы ғажайып нәрселер болып жатыр деп айтуға болмас, бірақ мына статистиканың өзі айтып отыр. Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы кезінде осы статистика айтылып, қырғыздар Ресейде де, Қазақстанды да артқа тастады, бірінші орынға шықты. Мына Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің арасында. Бұның өзі қырғыздар үшін үлкен жетістік. Ал мысалы ойлап қарасаңыздар, қырғыздар елінде көбісі таулы тасты жерлер. Жерінің көпшілігі өзі Қазақстаннан әлде қайда, мысалы неше Қырғызстан сияды Қазақстанның территориясына. Және сол алақандай жердің өзінің көпшілігі таулы тасты аймақтар. Біз сияқты жаңағыдай мыңдаған, миллиондаған гектар жерге егін егетіндей әлеуеті жоқ. Бұл бірінші. Екінші, асып тасып төгіліп атқан мұнай газы жоқ. Аузы мұрындарынан шығып төгіліп атқан мұнай газға бай мемлекет емес. Бірақ қырғыздар елі былайша айтқанда жоқтан бар жасау, қолда бар мүмкіндікті пайдалану. Сол жағына келген кезде, мысалы Дордой, мысалы қателеспесем базарларының аттары. Енді былайша айтқанда алып сату, тігін, өндіріс саласында қырғыздар әлде қайда шебер, маманданған деп айтсақ болады. Яғни жоқтан бар жасау. Ал бізде, мысалы шындап келген кезде, бізде жерімізде кең, мұнай, газ, аузы мұрнымыздан шығып, жаңағы төгіліп атқан мұнай газымыз бар. Сонау кеңестер одағының өзі таусалмаған мұнай газымыз бар. Осыдан тәуелсіздік алғаннан бері 30 жылдан асып кетті. Елдің
былайша айтқанда пайдалы қазбалары ағыл-тегіл төгіліп жатыр десек болады. Бірақ өкінішке орай біз қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана алмай отырмыз. Ең өкініштісі осы.